Бүгінгі күннің негізгі міндеті адалдық, әділдік, әдептілік сияқты құндылықтарды біріктіріп, парасаттылық идеологиясын ауқымды түрде ілгерілету. Қарағанды облысында сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатта негізгі мақсат парақорлық құқық бұзушылықтарын алдын алу және болдырмау. Бұған елбасы бастамашылық еткен сыбайлас жемқорлықтан ада өңірлер ұранымен жүзеге асырылып жатқан жобалық кеңселер қызметі дәлел. Сарыарқа адалдық алаңы жобасын іске асыру тұрмыстық сыбайлас жемқорлықты жоюға және Қарағанды облысының азаматтары үшін қолайлы жағдай жасауға бағытталған. Бұл ретте сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға қатысты кез келген іс-шаралар жобалық кеңсе аясында іске асырылады. Бұл қоғам үшін аса маңызды салалардағы проблемаларды нақты шешуге бағытталған. Аталған жоба қызметін ел президенті де ерекше назарға алып отыр. Былтыр жобалық кеңсемен жасырын тұтынушы тың әдісі жүзеге асты. Мұнда қоғамдық көлікте жол жүру үшін 50% жеңілдік, ал кинотеатрларда, үйірмелер мен секцияларда жеңілдіктерге кепілдік беретін оқушы билеттерін сатып алу деректері анықталған. Нәтижесінде заң бұзушылықтар Қарағанды қаласының әкімдігіне жолданып, автопарктер үшін қатаң шаралар қабылданды. Жобалық кеңсе аурухана парақтарын сату деректерін де әшкереледі. Себебі медициналық құжаттаманың дәйектілігі мен жұмысқа уақытша жарамсыздық парағы төңірегінде шағымдар жиі айтылған. Осыған байланысты денсаулық сақтау жүйесін цифрландыру жобасы әзірленді. Қазірде QR-код аурухана парағының жоғарғы сол жақ бұрышында орналасқан. Ол құжаттың түпнұсқалығын анықтауға мүмкіндік береді. Кодты тексеру үшін Дамумет мобильді қосымшасын пайдалану қажет. Сонымен қатар облыста 130 адалдық дүкені жұмыс істейді. Аталған дүкендер облыстағы супермаркеттерде ашылған. Сарыарқа адалдық алаңы жобасы аясында 18 қала және аудан әкімдіктерінде ашық әкімдіктер ашылған. Бұл президенттің халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасының талаптарына жауап береді. Бүкіл әлемді шарпыған COVID-19 пандемиясы кезінде Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамның қаражатына құрылған дәрілік заттарды толтыру және тиеп жөнелту бойынша СК Фармация жауапкершілігі шектеулі серіктестігі операциялық қоймасына және дәрілік заттардың тұрақтандыру қорына жобалық кеңсе өкілдері бірнеше рет қоғамдық мониторингті жүргізді. Мұнымен қоса облысқа шетелдер және меценаттардан жеткізілген гуманитарлық көмектің сүйемелденуі де басты назарға алды. Сапалы жол басымдық берілген жобалардың бірі республикалық, облыстық және аудандық маңыздағы жолдардағы әртүрлі деңгейдегі жөндеу жұмыстардың барысы тұрақты түрде қоғамдық бақылауға алынды. Қорыта келе Қарағанды облысы сыбайлас жемқорлыққа қарсы әлсіздік танытпайтынын айғақтайды. Бүгінгі сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегия ең үздік әлемдік тәжірибені сіңіріп, дәйекті түрде іске асырылған. Біз қылмыстық істердің санын көбейтуді мақсат етпейміз. Тек артық асап адасқандар жазадан құтылмайтын, заң мүлкісіз сақталатынын нақтылаймыз. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және парасаттылық стандартын енгізу үшін жүйелі және нәтижелі жұмыс жасау әлдеқайда маңызды әрі қиын. Біздің органның негізгі күш-жігері осыған бағытталады.